Уральская көшесіндегі нөмірі 3 үй апаттық жағдайда болғаннан соң маусымның 29 күні жергілікті билік органдары 5 отбасыға уақытша пәтерлерді берді. Ілиясовтар әулетіне Симашко 11В мекенжайындағы баспана бұйырды. Енді Гүлжан жан-жарымен осы құтты қонысты уақытша пана етпек. Мен облыс әкімінің қабылдауында болып, өз мәселем жайлы айттым. Бірден пәтер берілді. Жылы әрі жайлы қоңыз көңілмен шықты. Жергілікті билікке алғысым шексіз. Жаңа пәтер 9-шы қабатта болғанымен Гүлжан Ілиясова дән риза. Вот такой у нас вид из дома. Нам это все очень нравится. Наталья Емельяноваға да уақытша баспана берілді. Енді ол ұлымен бірге Рижская 1 мекенжайындағы үйде қоныс тепті. Пәтер жаңа болмағанымен отбасы далада қалмады. Отреагировали быстро. Жергілікті билік тез арада баспана бергені қуантады. Бірнеше пәтердің ішінен қажеттісін таңдауға мүмкіндік берілді. Рахмет. Апаттық үйде тұрған 5 бірдей отбасыға уақытша пәтерлердің кілттері табысталды. Тұрғындар баспанаға кезекте тұрғаннан соң осындай шешім қабылданды. Уральская 3 на сегодняшний день. Уральская көшесінде тұратын азаматтардың үйі жарамсыз. Пәтер иелері баспана кезегінде тұрады. Оларға бірден көмек көрсетілді. Тұрғындардың мәселесі тез арада шешілді. Жергілікті билік отбасыларды қиындықта қалдырмады. Мұны тұрғындар есте сақтап, алғыстарын жаудыртуға асық.